Баршаңызға сәлем достар. Бүгін көптен күткен өте тез әрі оңай дайындалатын торттың рецептісімен бөліспекшімін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Ең алдымен бос шынымызға 3 дана жұмыртқамызды жарып, оған 1 стакан қант қосып, ақ көпіршік пайда болғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Мінекей 2-3 минут шамасында осындай болады, және ерітілген 1 пачка маргаринді қосып, тездетіп, оны осылай миксерлейміз. Және де 2 стакан ұнды електен өткізіп қосамыз, 1 пачка разрыхлитель, және де 1 үлкен қасық какао қосамыз. Какао ұнатпайтын болсаңыздар, какао қоспай қойсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өстіп, жоғарыдан төмен қарай қасықтың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осылай араласты, және де шым-шым сода қосамыз да, жақсылап араластырып, 1 стакан қаймақ қосамыз. Және де жақсылап барлығын миксерлейтін боламыз. Грек жаңғағын осылай оқтаумен майдалап, оның біраз бөлігін қосатын боламын. Себебі менің отбасым грек жаңғағымен қосылған тортты сүйіп жейді. Осылай жақсылап араластырдым. Мінекей менің коржым дайын. Енді оны формаға орналастыратын боламын. Жақсылап лопатканың көмегімен бір келкілендіріп осылай жүгізіп шығамын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп. Және де пешімізді арнайы алдын ала қыздырып аламыз. 180 градуста 40 минутта пісіретін боламыз. Менде әсел пеші, енді сіздер өз пештеріңізге қарай пісіріңіздер. 40 минутта менде осындай корж пайда болды. Піскен піспегенін тұшықтағыштың көмегімен осылай білдім. Толығымен піскен екен. Оны формадан бірден босатпай суығанын күтетін боламыз. Ал енді кремімізді жасайық. Алдыңғы мейрамдардан қалған менде сливки 30% және вареная сгущенка. Сливкимді құйып, жақсылап миксерледім. 5 минут шамасында менде осындай қоюланған консистенциялы масса пайда болды. Оған жарты банка вареная сгущенкамды қосып араластырдым. Өте дәмді крем пайда болды. 2-3 минутқа тоңазытқышқа қойсаңыздар да болады, немесе бірден жаға берсеңіздер де болады. Қазір мен сіздерге коржымды қалай біркелкілендіріп, үй жағдайында білуге болатынын көрсетемін. Мінекей осылай бірінші формадан босатып аламыз. Коржым осындай әдемі болып шыққан, толыққанды суды, оны пышақтың көмегімен осылай жүргізіп шығамыз. Толық жүргізбеңіздер, жартылай ғана. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп айналдыра жүргізіп шығамыз. Және де жіпті алып, осылай шетінен кіргізіп, айналдыра жүргіземіз де біріне бірін айқастыра тартатын боламыз. Сол кезде бір келкілендіріп, ортасынан сіздерге корждарыңызды бөліп береді. Мінекей осылай крем жақтым, ол коржым қозғал кетпеу мақсатында кремді жағып, бір келкілендіріп, жүргізіп шығамын лопатканың көмегімен. Және де бетіне бағанадан қалған грек жаңғағын сеуіп, бетіне екінші коржымызды қойып, кремімізді жағып, лопатканың көмегімен бір келкілендіріп шығамыз. Айналдыра осылай кремімізді жағып, сәйкесінше бір келкілендіретін боламыз. Мінекей осындай болып шықты. Енді бетін әсемдеуге кірісетін болсақ, менде бұл жерде шоколадты күштен өткізіп, осылай бетіне сеуіп қолдандым. Және де грек жаңғағын бірең-сараң жеріне септім. Мінекей осындай болып шықты. Әсемдеуіне келетін болса, әркім өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Бірақ дәмі өте дәмді, өте күшті болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Осы видеода қазір кескендегі бейнесін көрсететін болады. Мінекей осындай әдемі болып шықты. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Барлықтарыңызға бірдей жауап беретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Жалданымızın isteyelim. Sarayın ömrüne hiç kalsın yok.